Ең алдымен Google-ға кіреміз. Одан кейін регистрацияны басасыздар сіздер. Регистрацияны басып, мына жерге атыңызды, электронды почтаңыздың паролін жазатын боласыз. Мен регистрация жасап болғаннан кейін мына жерде войти дегенді басамын. Сіздер регистрация жасап болғаннан кейін войти дегенді басасыздар. Одан кейін міне менің сайтым, сайт жасау маманы. Редактировать басамын, ал сіздер создать новый сайт дегенді басасыздар. Мынаны басасыздар, создать новую страницу дегенді басасыздар, сіздер осыны басасыздар. Ал таңдайсыздар, мен қазір қалай таңдау керектігін көрсететін боламын. Басынан бастап таңдайтын боламыз. Создать новую страницу. Мына жерде бизнес бар, магазин туралы бар. Мысалға, сіздің салаңыз қандай сала, соған қарап сайт жасайсыз. Блог болса блог, контакты болса контакт. Соған қатысты мына жерде шаблондар беріледі сізге. Біз жай ғана мына жерде бизнесті ала салайық. Осының ішінен бір шаблонды таңдаймыз. Бірінші бет осыны таңдай салайық. Көріп шығамыз. Керек еместерін удалить етіп тастаймыз. Осыны алайық. Создать страницу. Бірінші логотипін өзгертетін боламыз. Қараңыз. Логотипін өзгертеміз. Сайт маманы деп қойдым. Қазір мыналарын біртіндеп түсіндіретін боламын. Фото керек емес. Мына жерде социальный сети дейді. Осы жерден өзіңіздің мысалға қараңыз. Инстаграмыңызды, мына жерде бізде ВК бар, Фейсбук бар, одан кейін Инстаграм бар, Пинтерест бар, Ютуб канал бар, Телеграм бар. Осылардың ссылкасын қоюға болады осы жерге. Қазір мен қалай ссылка қою керектігін көрсететін боламын. Ол үшін сіз өзіңіздің ссылкаңызды алып келесіз. Мысалы, қараңыз. Ютубтың ссылкасын алып келейік. Өзіңіздің каналыңыздың, яғни өзіңіз жасаған бір видеоны, соның ссылкасын алу керек. Допустим, сайт образ. Копировать ссылка дейміз. Енді қайтып тильдаға барамыз. Егер тильдада осылай шықпаса, қазір көрсетемін. Сіз алдын шығып тұр. Мына жерде ссылкаға кіреміз. Біз ютубтың ссылкасын әкеп осы жерге қоямыз. Осылай қоямыз, қараңыз. Сохранить и закрыть басамыз да шығып кетеміз. Ютуб көріп тұрсыз ғой, ютубтың үстін бассаңыз, сіздің видеоңызды тікелей апарады. Қазір апармайды, потому что сіз қазір бұны редактировать жөндеп атсыз. Сол үшін апармайды. Сохранить етілгеннен кейін, сайт қойғаннан кейін ютубқа тікелей апаратын болады. Енді мына жерде Телеграм қоюға болады, Фейсбук қоюға болады, ал керек еместерін удалить етіп тастауға болады. Мына жақтан қараңыз.
керек емес. Twitter керек емес мысалы сізге. Жарайды. Facebook профиль керек шығар. Қоясыз, өзіңіз білесіз. Үстін басып өзгерте бересіз. Бұлар керек емес. Енді сохранить и закрыть басам. Міне. Енді бізде бірінші бет кетті, я? Логотипі неге өзгермей қалды? Міне, логотипін өзгертеміз. Маманы айтамыз. Міне, өзгерді. Енді біздің екінші бетіміз қараң. Екінші бетте наручканың үстін басамыз. Бірінші заголовок сайтқа не жазасыз? Сайт жасаудың 5 түрін үйрен. Описанияға өзіңіз қалаған нәрсені жазасыз. Мен еш нәрсе жазбаймын. Толық мәліметтер төменгі бөлікте. Енді мына жерге арқасындағы фонды өзгерту үшін мынаны үстін бір рет басамыз. Ручканың үстін басты. Жоқ, ол редактировать етеді. Міне, загрузить файл. Мына жерден өзіңіздің фотоңызды қоясыз. Алдын ала дайындап қойған фотоңызды қойсаңыз күшті болады. Енді мен бұл жерде мынаны қойғым келіп тұр. Сәлем, менің есімім Жанар, мен сайт жасау маманымын деген қойғым келіп тұр. Міне, енді көрейік. Қараңыз. Қазір дұрыс болмаса, соны дұрыстаймыз. Міне. Мынау қараңыз. Дұрыс болмай тұр. Міне, қайтадан редактировать. Міне, ручканың үстін басамыз. Мына ручканың үстін басамыз. Міне, қараңыз. Осылай болып қапты біздікі. Енді мынаны өзгертеміз. Так, қалай өзгертсек болады? Бізде арқасындағы фон өзгерілмей жатыр. Мынаны қысқарылмай жатыр. Бұның орнына басқа фото қоямыз. Бұл жай ғана арқасындағы фон. Сол үшін бір мына суретті қоя салайық. Осы суретті қоя салайық. Сонда удобно болады деп ойлаймын. Міне, енді так, тағы да кіреміз. Мынаны удалить етіп тастаймыз. Мынау бізге керек емес. Керек емес. Мына жерге өзіңіздің WhatsApp-ыңыздың ссылкасын әкеліп қойсаңыз болады. Міне, өзіңіздің ссылкаңызды әкеліп қойсаңыз болады. Ссылканы әкелуге барған кезде қайтып осылай не қылуы мүмкін. Сосын оны бүйтіп басып өзіңіз удалить ете саласыз. Міне.
келесі біздің бет. Так, бірінші фотолардан бастайық. Келесі біздің үшінші бетті. Қазір мен тағы да видео түсіремін. Осы жерден бастаймыз.